Сәлеметсіздер ме? Мен аты жөнім Сәтбаева Керім Бақытжанқызы, зейнетақы бойынша консультациялар беремін. Осы видеода мен 2021 жылғы зейнетақы мөлшері туралы айтқым келеді, яғни зейнетақының жоғары, орташа, төменгі көрсеткіштері жайлы. Сіз қандай зейнетақы алғыңыз келеді? Жоғары, орташа, төмен. Осы сұраққа көбісі жауап бере алмайды, себебі зейнетақы өздеріне байланысты екенін көбісі біле бермейді. Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар. Ол ынтымақты, базалық және бірыңғай зейнетақы қорынан төленетін төлемдер болып үшке бөлінеді. Біріншісі ынтымақты зейнетақы, бұл солидарная пенсия, яғни сіздің советский стажыңызбен табысыңыздың қосындысы болып табылады. Осы ынтымақты зейнетақының жоғары және төменгі көрсеткіштер жайлы айтып берейін. Жоғары көрсеткіш ретінде 2021 жылы 100.637 теңгені құрап тұр. Төменгі көрсеткіш ретінде 520 теңгені құрайды. Жоғарғы ынтымақты зейнетақы алғыңыз келетіндер 75% еңбек өтілі болу қажет және табысы 46 айлық есептік көрсеткішке тең болу керек, яғни 134.182 теңгені құрау керек. Ал төменгі ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі 6 айдан кем болмау қажет. Екіншісі базалық зейнетақы, ол 2021 жыл үшін 34.302 теңгені құрайды. Бұл ең жоғары көрсеткіш ретінде табылады. Бұл жерде жалпы еңбек өтіліңіз 33 жылдан жоғары болу керек, яғни бұл сіздің советский стажыңыз және қазақстандық стажыңыз болып екеуі қосылған кезде 33 жылдан көбірек болу керек. Ал төменгі көрсеткіш ретінде 18.524 теңгені құрайды. Бұл жалпы еңбек өтіліңіз, яғни советский және қазақстандық стажыңыз 10 жылдан кем болған жағдайда берілетін сома болып табылады. Үшіншісі ол НПФ-тан берілетін зейнетақы мөлшері, яғни оны 79 жасыңызға шейін аласыздар. 2021 жыл үшін ол 24.011 теңгені құрайды. Бұл дегеніміз ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ын құраса, сондай суманы аласыз. Және НПФ-тан берілетін зейнетақы бұл сомасы біткенге дейін беріледі. Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар: ынтымақты, базалық және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдер болып үшке бөлінеді. Ынтымақты және базалық зейнетақы адамның өміріне соңына дейін беріледі. Енді бөлек ынтымақты зейнетақыға тоқталайық. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз бұл солидарный пенсия, яғни сіздің советтік еңбек өтіліңізге табысыңыз қосылғандағы берілетін суманы айтады. Советтік еңбек өтіліңіз 6 айдан кем болмаса және сіздің айлық есептік көрсеткіш 46-ға тең болса, ол 134.118 теңгені құраған жағдайда сіздің солидарный пенсияңыз, яғни ынтымақты зейнетақыңыз жоғары болады. Біз зейнетке шығатын жағдайда 36 айлық табысымызды көрсетеміз. Сол сіздің 36 айлық табысыңыз 4.830.552 теңгені құрау қажет. Енді келесі базалық зейнетақы үшін 2021 жыл үшін жоғары сумасы 34.302 теңгені құрайды, яғни ол сіздің қазақстандық және советтік еңбек өтіліңіз 33 жылдан асқан жағдайда берілетін сома. Ал егерде сіздің советтік және қазақстандық еңбек өтіліңіз 10 жылдан кем болса, сіз 18.524 теңгені аласыз. Енді үшінші зейнетақы түрі ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдер, яғни НПФ-тан берілетін сумасы. Ол 2021 жылдың 1 сәуірінен бастап төлемдер 6,50%-ға көтерілді, яғни ол 24.011 теңгені құрайды. Егер сіз НПФ-та жиналған сумаңыз 519.264 теңгеден аз болса немесе көп болса, екі жағдайда айтып кетем. Егер сіздің НПФ-тағы жиналған сумаңыз 519.264 теңгеден аз болған жағдайда зейнетке шыққан кезде бұл соманы сізге бірден берілетін болады. Ал егерде сіздің зейнетақы қорындағы сумаңыз 519.264 теңгеден жоғары болғанда,
сіздің суммаңызды 24,11 теңгеден бөліп сол сумма біткенге дейін бөліп төленеді. Зейнетақы бойынша консультациялар жүргіземін. Мен WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. YouTube каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.